Қайырлы күн баршаға. Бүгін қол жетімді заттармен өте дәмді әрі жұмсақ кекс дайындаймыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары мен шекерді жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқаны бір-бірден қосып миксерлейміз. Бәрін бірден қосып жіберуге болмайды. Жылы сүт қосып, тағы да миксерлейміз. Ванильді қант, қамыр қопсытқыш және де ситодан өткізілген ұнды қосып, барлығын бірге араластырамыз. Дайын болған қоспаны ыңғайлы болу үшін осындай кондитерлік қалтаға салып алуға болады. Жоқ болған жағдайда қасықпен де сала береміз. Кекстің қалыбына толтырмай жартылай құямыз, себебі пісу барысында өте жақсы көтеріледі. Бетіне мейіз бен миндальды слайстар қолдандым. Қалауларыңызша өрік, жаңғақ, шетектер немесе шоколад салсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, оңай әрі өте тез дайындалады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Олжанат Абайқызы.